Қазір интернетте шетелде жұмыс істеуге шақыратын программалар өте көп. Олар work and travel болсын, немесе клубника теру, алмұрт теру, оған әртүрлі агенциялар бар. Және сен 20 миллион, 10 миллион үлкен ақшалар таба аласың дейді. Олардың айтқаны шын ба? Қазір мен осы видеода ешқандай өтіріксіз, маркетингсіз, шынайы түрде барлық жұмыс туралы плюсы мен минусын айтып беретін боламын. Өз тәжірибемде. Мен бұл видеоны жұмыс істеп жүргенде жазуды бастағам. Қасымдағы адамның сөйлеуі, жұмыстан шаршағаным, дүкенде қазақ болғаным үшін жақтыртпағаны және басқа да оқиғалардан ашуымды осында жаздым. Сол себепті бейне толық не сезгенімді шынайы жеткізуге тырысады. Бірақ нақты структурасыз, практикалық жағынан пайдасы аз. Бүгін 16 желтоқсан, Қазақстанның тәуелсіздік алған күні. Біз жұмысқа кетіп баратырық. Осы жылғы каникулда 300 мыңға Қазақстанға барып келгенше, Польшада қалып ақша табайын деп шештім. Бірақ менің визам жұмысқа жарамайтын болғандықтан ешқандай жұмыс таппадым. Сосын таныстарымнан агенциялар туралы естіген есіме түсіп, соларды қарай бастадым. Олар бізді махинация жасап, жартылай заңды түрде жұмысқа кіргізіп береді. Бірақ та әрине өзінің пайдасына табысымыздың бір бөлігін алып отырады. Жоқтан жақсы деп тәуекел етіп бір агенциямен контрактқа отырамын. Каникулымның бірінші күні Познань қаласына кетіп, кешке қарай хостеліне жайғасамын. Келе салғандағы әсері сәл қорқыныштылау, мрак болды. Келіп жұмыс жасап жатқан 3 күнде атмосфера толық басып алды. Бір қарағаннан өмірден түңілген, еш қызығушылығы жоқ, өмірі жоқ адамдар. Күні түні тек жұмыс, қолы босаса пиво ішеді, телефон қарайды. Оған менің бірінші көршім де еселі болды. Арық тістерінің қисығынан еріннің өзі дұрыс тұрмағандай, әр сөз кекеш, одан қалса сол сөзін 10 рет қайталайтын, бір қарағаннан сау адамның әсерін қалдырмайтын 40-қа таяған еркек еді. Жұмыста қалсам болашағым осындай бола ма деген қорқыныш пайда болды. Мені онигири жасайтын заводқа жұмысқа жіберді. Коллективдің 90% славян ата-апалардан болды. Олар басында көмектесіп жүрді, бірақ жас ой өзгешеліктерінен араласа алмадым. Мүлде сөйлеуге құлқым болмады, бірақ адамның бәрі жаман деген сөз емес. Жақсы адамдар көп болды. Кейбіреу жақын деп тартып, көмегін көрсетіп, ақылын айтып жүрді. Қиыны бұрын жұмыс істемегендіктен іш пысып үйренісе алмадым. Не дегенмен бір апта үйренумен тез өтіп кетті. Ал екінші апта өзімнің жұмысқа бара салып қайтуымды, апта бастала салып демалысты күтетінді байқадым. Әрине сосын жұмысқа қайта бару үшін өзім болғым келмеген адамдар сияқты болып баратырмын ба деген қорқыныш пайда болды. Ол кезде менің жаңа түнгі графигім мен жаңа жылдан кейінгі завалда өз үлесін қосып қиындатты. Мен енді онигиридің фаршын жасауға басқа фабрикаға бардым. Ол жердің ерекшелігі әр демалыс үшін ертерек отработать етесің. Сенбі демалып, орнына дүйсенбі 2 сменаға шығасың. Ал жаңа жылдағы демалған күндеріміз үшін тура осылай 3 күн істедік. Оған қоса объемның көптігі де қиындатты. Менің сол кездегі рекордым бір тәулікте 18 сағат жұмыс істедім. Жұмыстан шығып, киімді шешуге күш таба алмай ұйықтап, тұра салып қайтадан жұмысқа баратынмын. Ол жерде тамақ жасамақ түгілі нан мен май жеп үлгерудің өзі жетістік болды. Сол кезде жұмыстан шығып кеткім де келіп жүрді. Ұзақ сменадан жұмысты жек көріп, еш күшсіз келіп, енді бармаспын деп ұйықтап тұрып, қайтадан барып жүрдім. Ол кезде жұмыстан шықпаған себебім өзімнің жасаған таңдауымды бұзғым келмеді. Бар жан тәніммен жек көріп тұрып, осы периодты өтіп алайын дедім. Не еш уайымсыз шыға салуға батылым жетпеді. Европа заңы бойынша бұлар мүлде болмайтын заттар. Әр 4 сағат сайын минимум 30 минуттық үзіліс, 8 сағат сайын артық күшпен алып қалуға болмайды. Түнгі смен артық жұмысқа доплата, премиялар болу керек. Біз осының бәрін және айлығымыздың 30%-ын көре алмай кеттік. Бұл Европадағы жұмыстың ешкім айтпайтын қараңғы жағы. Әрине, бұның бәрі мен кірген агенцияның арқасында. Сенің бүгін 2 не 22 сағат істейтінді сол біледі. Сен тұр дегенде тұрып, жат дегенде жатпасаң, басыңа штраф іліп, бол қалмаса жұмыстан қоса шығарып жібереді. Сенің ол жерге барғанда барлық тізгін агенцияның қолында болғандықтан, сенің ол жердегі дауысың почти ештеңе шешпейді. Сондықтан да сен басынып алғысы келетіндер болады, өзінің қалағасын істеткісі келетіндер де болады. Көрінген бейбастық ары бері қалаған істетеді.
Португалец, филиппин, тәжік, орыс, өзбек, қазақ, украин, беларусь, моңғол, армян, шешен, грузин, қырғыз сияқты көп халықтар жұмыс істегенде расизм, нацизм, шовинизм тәрізді измдерді өзіңнен де өзгеден де көресің. Біздің ұлтты ұнатпайтын бригадирлер де болады, дүкенде тұрған затты бермей қойған да болады, ерекше ештеңе жоқ, күнделікті әділетсіздік. Мықты әлсізді, қуаңқауды, өзіңді қорғап құқығыңды таптатпай орнымен керексіз сөз елемеу керек. Бірінші мүмкіндікте агенциядан құтылу керек. Негізі жұмыстың өзі оңай болды, тек ішің пысады. Оның бар қиыншылығы өзіңнің мағына көре алмауыңда. Миллиардерді одан да бай қылу үшін өзіңді күніне 12 сағат құлдыққа бересің. Жалақың саған жетем дегенше басқаның қалтасын толтырады. Еңбегіңнің толық ақысын ала алмай, оның әкелер пайдасын көрмейсің. Оған тағы білмейтін затты саған шексіздей көрінетін уақыт бойы істеу, ешкіммен сөйлесе алмай, өз-өзіңмен қалуың. Басындағы ең үлкен қиындық та осы болды. Көп ойлағаннан басыңда ой қалмай, миың өшіп, авторежимге кіріп кетесің. Бірдеңе істеу керек болғандан өз-өзіңмен сөйлесіп, миыңа есіңдегі бар әнді түсіріп, соны айтасың. Және мен бірінші алған әсерден болса керек, мүлде адамдармен сөйлесуге, үйренісуге, араласуға құлқым болмады. Содан да өзімді чуть-чуть антисоциалды волк-одиночка сезінгенім бар. Мен сол кезде жұмыстан қатты шаршап, қиналып жүрдім. Қашан бітеді екен, қашан шықсам екен деп. Мен жұмыста болғанда агенциямен біраз проблемалар болды. Мысалға, біздің график тұрақты болмайтын. Бізге әр кеш сайын өзіміздің координатор графигіміз жіберіп отырды. Бірақ ол графикті сен ертең қанша сағат жұмыс істейтінің жазылмайды. Сен ертерек біле алмайсың, ертең сағат қаншада баруың керек екенін, және қай жерде жұмыс істейтініңді. Оның бәрін агенция шешеді. Сен өзіңнің ертең магазинге барасың ба, бармайсың ба, оны білмейсің. Мүмкін сенде ертең 2 сағат жұмыс болады, немесе 12 сағат. Және агенция көбінесе адамдардың айлығын кешіктіріп береді, не толықтай емес қылып береді, оның бәрін артқа тартады, созады, мынадан кейін деп. Мысалға, мен ол жерден студенческий ставкамен айлық алуым керек болған. Бірақ бізге студенческий ставкамен алу туралы ештеңе айтпады. Біз өзіміз барып сұраған кезде басында сендердің визаларың жарамайды деді. Одан кейін уақыт өтіп кетті, осылай сендер қол қойып қойыңдар, анау деп барынша уақыт созады. Сондықтан мен Польшадағы ең минималды 32 злотых алудың орнына одан да төмен 25 злотыхқа жұмыс істедім. Ал енді ақшаға келсек. Мен бір ай толық 160 сағат жұмыс істеп, одан 4000 злотых немесе 600 мың теңге пайда көрдім. Бұл бір айға бір жестеген 600 мың көп сияқты естілуі мүмкін, бірақ сол жерде өзінің минустары бар. Оның 700 злотыхын хостелға, 400 злотых бірінші медицинский справкаға, қалған 400-ін өзім аванс қылып алдым. Сонда енді мен қолыма 2500 злотых ғана түседі. Әрине, бұл ақша көп емес, бірақ аз да емес, бұған да шүкіршілік. Негізі мен студенческий ставкамен 32 злотыхпен жұмыс істегенде бұдан да көп табатын едім. Және де менің бірінші айдағы сағаттарым аз болды, 2 сағат, 3 сағат істегендіктен. Менімен бірге жұмыс істеген жігіттер 220 сағат, 260 сағатқа дейін жеткізгендер болды. Соңында өзім түсінген керекті практикалық кеңестерімді айтып жіберемін. Қазақстандағы көп агенциялар Польшадағы субагенциялармен бірігіп жұмыс істейді. Агенциялар сендерге шақырту, виза және жолға шығаруларыңа көмектесіп жібереді. Бірақ келісерде сағаттық ставканы сұрау керек, нақтылап ол нетто ма, брутто ма, ол налогсыз немесе налогмен. Жатақхананың бағасы, аванс, штрафтар қалай жұмыс істейтінін, солардың бәрін жақсылап сұрап, және оны көбінесе ауызша емес, жазбаша бір кепіл беретін болса. Айта кететін зат, алғашқы 2-3 ай ең қиын, ең ауыр периоды болады. Жұмысқа үйренісе алмайсың, тіл білмейсің, өзің жалғызсың, моральды шаршайсың,
агенциямен келсең, оның да өз проблемалары бар. Сондықтан тез ренжитін, қысымға төзбейтін адамдарға қиын болады, оларға келмей қойған дұрыс. Егер сен сабырлы болсаң, бірден байып кетем деген зат жоқ болса, соңында айта кетерім, шетелдегі жұмыс ол мақсат емес, құрал. Егер сен оны дұрыс пайдалансаң, саған көптеген жолдар ашады, өзіңнің басқа мақсаттарыңа жетуіңе көмектеседі. Ал егер дұрыс пайдалана алмасаң, сені жеп қояды. Видеоны осы жерге дейін көргендеріңе барлығына рахмет. Лайк басып, каналға жазыламыз. Менің Польшада жұмыс істеп жүргеніме 1,5 айдан асты. Кеше ғана сәулесін төгіп барманға, маған қара күніңде күлді көзі. Бүгін тағы сол сәуле сөніп қалған ба, орнағандай тірліктің мұңды кезі. Бірде күйіп бір сәтте толып қалғанда, тәнім беріп тағдырдың бұл мінезі. Ертең тағы жетелеп көріп тарманға, өмірдің өзі, өмірдің өзі. Кеше ғана сәулесін төгіп барманға, маған қарап күніңде күлді көзі. Бүгін тағы сол сәуле сөніп қалған ба, орнағандай тірліктің мұңды кезі. Бірде